Мен өзі ешкімнен өзгешелігім жоқ, кәдімгі көптің бірімін. Жасым 47-де, көрікті де емеспін, дене бітімім де тартымды емес. Тұрмысқа шықпадым. Тіпті бір ер адам көз салмапты, кездесуге шақырып көрмепті. Өзімнің де тұрмыс құруға ниетім жоқ. Кәрі әке-шешем қалаға жақын жерде тұрады. Мен олардың жар дегенде жалғызымын. Туыстарымызда өзіммен қатарластар бар, менің олармен араласуға құлқым жоқ. Москвада тыныш аудандардың бірінде тұрып жатқаныма 15 жыл болыпты. Жұмыс, үй, жұмыс, бір қалыпты тіршілік. Бір үйдің жалғызы болғандықтан ба, мінезімде келісіп тұрған жоқ. Ешкімді жақсы көрмеймін. Ештеңені ұнатпаймын. Балаларды тіптен. Әке-шешеме де қатты бүйрегім бұрып тұрған жоқ. Жаңа жылда ғана барамын. Осы жолы да әке-шешеме барып келдім. Келген соң, кейде алған тамақтарымның дәмі ұнамай, жартылай жеңгендері бар, тоңазытқышты бір тазартып қояйын деген ойға келдім де, керек емес-ау дегеннің бәрін жинап, қорапқа салып, лифтке кірсем, мөлшері 7 жас шамалас ол бала тұр. Бұрындары шешесімен бір рет көргенім бар, қолында кішкене бөпесі де бар. Ішімнен жаман ойлап қойдым да, ұмытқам. Міне сол бала лифтте қорабынан көзін ала алмайды. Қоқыс төгетін жаққа барсам, әлгі бала артынан бірге еріп келді. Келді де, тәте, мына тамақты алсам бола ма дегені. Жүрегім сырқ ете түсті. Анаң қайда дедім. Анам мен қарындасым ауырып жатыр. Анамның төсектен тұруға дәрмені жоқ. Үйіме келдім де кешкі тамақты пісіріп жүрмін. Әлгі бала ойымнан шықпайды. Ешқашан ешкімге жаным ашуды білмейтін маған не болғанын өзімде түсінбедім. Үйдегі бар жейтін тамақты алдым да коридорға шықтым. Сонда есіме түсті. Олардың қай пәтерде тұратынын да білмейтінім. 1-2 қабат жоғары көтеріліп, бір пәтердің қоңырауын басып едім. Абырой болғанда есікті жаңағы бала ашып тұр. Ашты да мені көріп таңырқап қалды. Бірақ ішке кіргізді. Үйдің іші өте жұпыны болғанымен тап-таза екен. Баланың анасы бөбегімен төсекте жатыр. Қасында су мен орамал тұр. Ыстығын осылай түсіруге амалдаған түрі болар дедім. Жанына барып келіншектің маңдайын ұстап едім. От боп күйіп тұр. Ақырын көзін ашып, таңырқай қарады да, қатқыл үнмен, Антон қайда деді. Мен көрші екенімді қорықпауын өтіндім де жедел жәрдем шақырдым. Жедел жәрдем келгенше келіншекке әкелген тамағымды бердім. Құдай-ау, қатты ашып қалыпты. Әкелгенді талғамай жеп алды. Мына түрімен бөпесін қалай емізіп жатыр дегенде жылағым келді. Жедел жәрдем келіп дүниенің дәрі-дәрмегін жазып кетті. Аптекаға барып, керектіні алып магазинге кірдім. Бөпеге қажеттінің бәрін алып шығып келе жатсам, сары түсті ойыншық маймылға көзім түсіп, оны да алдым. Ешқашан балаға сыйлық жасамағаным ойыма келді. Сөйтіп артынып-тартынып жеттім. Келіншектің есімі Аня екен. Аняның анасы мен әжесі москвалықтар. Анасы Подольскінің жігітіне тұрмысқа шығыпты. Аня туғанда әкесі заводта кенеттен қайтыс болады. Анасы күйікті көтере алмай ішіп кетіпті. Көршілері Аняның Москвадағы әжесін тауып, 3 жасар мөлшерінде әжесіне тапсырыпты. Бұның бәрін Аня 15-ке толғанда әжесі айтып беріпті. Аня 16-ға толғанда магазинге жұмысқа тұрады. 1 жылдан соң әжесі қайтыс болады. 18 жасында бір жігітті ұнатып, алданып қалған екен. Содан Антон дүниеге келеді. Босанған соң 1 айдан соң Антонды жалғыз тастап жұмыс істеуге мәжбүр болады. Ал мына қыз кімнен дегенде, сол күн көріс қамымен Антон кішкене өскенде
бұрынғы магазинге жұмысқа орналасады. Магазин иесі Аняның жалғыз екенін, баласы бар екенін біледі ғой. Күнде жұмысқа келгенде ойына келген істейді екен. Магазиннің иесіне Аня аяғым ауыр дегенде қолына 10 сом ұстатып, бұл дүкеннің маңайынан көрмейтін болайын депті. Екеуміз шай ішкенде осылай бар бастан өткергенін айтып, әкелген заттарыма ризалығын білдірді. Өтеуін тәуір болған соң үй тазалап, немесе тамақ істеп беріп қана қайтара алатынын айтты. Ешқандай ақының қажеті жоқ екенін айтып, үйіме қайттым. Түнімен санама сан түрлі ой келіп, арпалысып шықтым. Не үшін өмір сүріп жүрмін мен? Әке-шешеме неге қамқорлық көрсетпеймін? Неге ешкімді жақсы көрмеймін? Аняны ойлап, жүрегім өрепкіп жатқаны несі? Осылай түнді өткіздім. Таңертең есіктің қоңырауынан ояндым. Оянсам, Антон қолыма құймағы бар тәлкені ұстатты да жүгіріп кетті. Тұрған жерімде жылдар бойы ұйықтап жатқан толқыныс дауыл тұрғызғыпты десе де болады. Бірнеше эмоция бірден келді. Жақсы көру, жылау, қуаныш. Үйімізге жақын жердегі сауда үйіне қанат байлағандай ұштым. Саудагерлермен ақылдасып жүріп, қызға және ұлға 4 сөмкеге толтырып, киім-кешек, онымен қоса қоймай төсек орын жабдығын, балаға керек тамақ, витамин дейсің бе, бәрін алып Аняға келдім. Көңіл күйім алып шады. Өзіңнің біреуге керек екеніңді сезу қандай ғажап. Содан бері 10 шақты күн өтті. Олар мені Зая тәте дейді. Менің есімім Заяна ғой. Аня өзі бір берекелі қыз екен. Қолынан келмейтіні жоқ. Үйімді кірсең шыққысыз етіп қойды. Мен ата-анама жиі хабарласатын болдым. Тіпті ақша да салдым. Тіпті туысымның жоғарғы оқу орнында оқитын студент баласына да ақша салдым. Менің өмірім күрт өзгерді. Жұмыстан үйге асығып келемін. Өйткені мені сағына күтетін адам бар. Көктемде бәріміз менің әке-шешеме баруды ойластырып, билеттер алып қойдық. Бұрын қалай өмір сүргем өзі?